Так, biz o'tgan taqribda, o'tgan saboqda neni o'tdik? Kvartalniy teoriya nesini? Razворот жасайdi vaqtlar degancha. Endi biz SRT'ni o'zini to'g'ri oshib, o'sha to'xtalamiz SRT'ga. Tak, SRT degan basında aytganday candle range teoriya deydi. Ya'ni every candle is a range. Her bir switch'a bu diapazon teoriyasi degan. İstediğin teknolojiden üstüne okut. Cevap ko'tarishlik. Endi qaranglar. SRT'de mындай narsa bor. ICT Turtle Soup deydi jana. Бұл бәрі короче. Turtle Soup PS деп айтып жатыр. Мысалы, содан кейін кіру деген сияқты. Бұйыртса оның біздің өзіміздің нақты неміз бар. Алдағы сабақтарда несін беремін, схемасын. Қазір осы нәрсені түсінемін. Turtle Soup деген не? SRT'nin içinde birнеше нәрсе бар. Turtle Soup бар. SRL, SRH, сосын CSD бар. Бізге керек. Сосын не? Солардың бәрін жеке өтіп, потом общий бір түсіндіріп өтемін. Мына жерде ICT Turtle Soup дейді. Міне, бізде ключевой зона бар. Ключевой зона келді бір авиамен. Сосын Turtle Soup жасады. Яғни Turtle Soup деген таспақа субы дейтін, черепаший суп дейтін. Неге? Себебі мен ойымша. Енді таспаға басын шығарып бүйтіп кіріп, бір қорқады ғой неден. Оның тастың ішінде болады. Тез андай кішкентай кезімізде ойнайтынбыз таспақаларын. Құдай кешірсін. Жаңағыдай тасын жақтырамыз, не істейміз, ойнаймыз, баламыз ғой. Сол кезде басы бүйтіп бірдеңе берсең, басы рискі шығады да кіріп кететін да. Типа сондай мақсатта қойылған деп ойлаймын. Мына Turtle Soup именно бүйтіп шығады, сол кезде фитиль қалдырып береді. Өте тез скоростьпен шығып кіру керек та, потому что стоптарды шығарып, артына нелерді ертпеу керек қой. Қай жағынан болса да, артынан трейдерларды ертпеу үшін өте тез скоростьпен жаңағыдай стоптарды шығарады да, стоппен. И қайтадан кіріп келеді. Тез кіріп келгенде сен үлгермей қаласың да, оған ілесіп керексіз қоймадан кіруге. Осылай келді ключевой зонаға келгеннен кейін ойлайды ғой, ключевой зона келгеннен кейін көтеріліп бастайды. Сол кезде бәрі мына жерден кіре бастайды. Мына жерден кіре бастайды. Мына жерден кіре бастайды. Қайтадан келеді. Өте тез жылдамдықпен шығады да. Бәрін соңғы несін вагонмен лақтырады. Соңғы вагон лақтырып, қайтадан кіріп, мына жерде MSS дейді. Бұйыртса келесі сабақ может осы MSS, Church, WOS, сосын CSD екенін ажыратып, сосын не істейміз. MSS пен вообще Church, WOS пен солына CSD-дің разницасын анықтаймыз. Бұл бізге CSD деген не керек? Міне, слом жасады. Слом жасағаннан мына жерде қалдырған ликвидностьтер болады. Имбалансқа келеді. Кейбірде мына жерде ордер болып болады. Соған келеді деген сияқты. Ол мына жерге имбаланста кетіп, шамалы уақыттан кейін қайтадан неге келуі мүмкін, мына жерде ордер блокқа келуі мүмкін. Яғни осы Turtle Soup деп айтады ғой, TS қысқаша. Енді осыны тағы да нелер бар. Міне мысалы келді, шамалы тұрады, боковикте. Содан кейін short time боковик дейді, мынаны шешті. Мына жерде тұрды. Өте тез нестеді. Мына жерде негізі мен дұрыс алмағанмын, мына қате нәрсе. Отырып салған, дұрыс емес. Қателес. Кешірім. Бұны маяқтан аламыз, қараймыз. Так. A плюс setup дейді, мысалы Turtle Soup модель дейді. Міне. Бір определенный
Mына endi switcha var bizde. Kastetini mintik şeylerin var. Peki. Gerçekten var mı? Hani. Evet. Bir bizga kerak bir switcha var. Birov belgili vaqtda mumkin bersa neydi tushundim. Aldag'isi vaqtda. Sol switcha biz uchun range bot. Candle range. Sodan осылай шығып кіргенін күтеміз. Болмаса бізде turtle soup дейді. Сосын обратная сторона кетеді. Бұны каждый неде қолдануға болады. Ана каждый OLX-ның несімен именно мына ключевой зонаға келген кезде осы моментті қарастырсақ болады. SRT. Мен тоже candle range, SRT high, SRT low. Тез мына жерде керек ликвидностьны шешеді, тез кіріп, қайтадан кіреді. Сосын көп жағдайда қайтадан барып, сол тез кірген жағдайда үлгермеген ликвидностьтарын шешіп, қайтып алып кетеді. Бәрі ойлайды, оны закреп берді. Астынан закреп берді, и ол төмен қарай кетеді. Төмен қарай кетіп бара жатып, қайтадан соңғы несін тағы алып кетеді. Біздер көп жағдайда осыны ұстауға тырысамыз. Новый кіріп шыққаннан кейін қалдырған ликвидностьны алып қойып, соны алуға тырысамыз. Мына жерде сол определенный не вот candle range ретінде бір свечаны таңдаймыз. Одан шыққанын күтеміз. Мынаның өзі кейбірде ключевой зонаға келіп тұрады, кейбірде жетпей тұрады. Сол кезде мына turtle soup-пен алып кетеді. Turtle soup деген яғни бір определенный candle'дан резко кіріп шығуы ғой. Так, мына жерде енді былай десек. Мынаны деген кішкентай үлкен таймфрейм қарағанда мынау бір белгілі бір свитча. Содан turtle soup дейді, яғни шығып, слом жасап, қайтадан келіп имбалансты алып тұрды. Имбаланс сол кезде мынандай не қойып, яғни имбаланстан код жасап, осылай кіруге болады. Осындай үлкен объемный свеча, содан шығып, мына енді order flowға да ұқсайды. Бірақ біздің неміз сәл басқаша. Мына жерде міне turtle soup келіп тұрса, анағы осы. Мына жерде turtle soup. Мына жерде тоже міне үлкен свеча. Мына бәрі бір свеча болып тұрады негізі. Содан Қытай шықты да, міне turtle soup стоптарды шығарды и дальше кетті. Мына жерде сол марк MSS емес, бізге CSD керек болады, бұйыртса оны түсіндірем. Соны мысал ретінде алғам. Тоже мен turtle soup болды. Сосын қайтып келді имбалансқа. Имбаланстан дальше кетті 3 адам. Так. Осымен бүгінгі SRT бойынша сабақ бітті. Қазір келесі сабақ CSD, SRL, SRH бойынша сабақ өтем. Сонымен содан кейін соңғы сабақ қалады. Оны практикада көрсетем.